ашық іс-әрекетімізде ұлттық құндылыққа байланысты іс-әрекет өтеміз, балалар. Олай болса, сабағымыздың тақырыбын ашу үшін шаттық шеңберіне жиналайық мінекей. Қолымызды ұстаймыз, мінекей. Келе ғой. Айсұлу, қолымызды ұстаймыз. Көтеріліп шаңыра, оттары шашыла, керегелер кеңейіп, өрімдей болып, өріліп, жаймен жүреміз. Жүреміз осылай айналып, кереге киіз үй болып, өріліп, балалар, орнымызға тұра қаламыз, орнымызға тұрамыз. Балалар, біз нені құрастырдық? Айсұлу тұрамыз орнымыздан. Айсұлу, орнымыздан тұрамыз. Киіз үй құрастырдық, балалар. Киіз үй балалар. Бұл біздің ата-бабамыздың көшпелі екені. Олай болса, арман қарай осы әрекетімізді жалғастыру үшін өзіміздің қазақ ауылымызға, киіз үйімізге барып орналасайық. Жерге отырамыз. Отырамыз, балалар. Жақсылап отыра аламыз. Балалар, қараңдаршы. Біздің киіз үйіміз қандай керемет әдемі. Біз мына жерде не көріп тұрмыз? Домбыра, сандық, тағы не көріп тұрмыз? Ұлттық ойындар көріп тұрмыз, қараңдаршы, қандай ою әшекейлер. Бұл біздің киіз үйіміздің ішіне орналасатын заттар екен. Бұлай болса, балалар, біз осы әрекетімізді арман қарай жалғастыру үшін экранға назар аударыңдар. Сәлем, балақайлар. Бүгін сендерге киіз үйді көрсетемін. Қараңдаршы, киіз үйді танысайық, балалар. Келе ғой, Айсұлу, келіп көрейік. Қараңдар, мынау кереге, ал жоғарыда созылып тұрған уықтар. Іші шымрақ текемет пен әдемі оюлармен безендірілген. Киіздей жылы, жайлы үй. Біз бәріміз бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүреміз. Сендерге ұнады ма? Ой, жарайсыздар, керемет. Олай болса, біз киіз үй туралы мағлұматты бұл үшін, арман қарай жалғастыру үшін бізге қараңдаршы, балалар. Менің қолымдағы қандай зат? Бұл біздің ұлттық қоржынымыз. Бұл қоржында кезінде ата-бабамыз осыған түрлі заттарын салып, көшіп қонған кезде пайдаланған. Олай болса, тағы да экранға назар аударайық, ашпастан бұрын. Балаларым, сендер өте ақылды, мейірімдісіңдер. Ұлттық құндылықтарымызды ойларына сіңіріп өтулерің қажет. Мен сендерге сәлемдеме беріп жібердім, алған боларсыңдар. Оның ішінде түрлі тапсырмалар мен қызықты ойындар салдым. Және сендерге арнап кішкентай сыйлығым да бар. Бірінші тапсырма киіз үйді құрастыру. Екінші тапсырма ойын. Оюларды табу. Сәттілік тілеймін, айналайындарым. Балалар, біздің мынау әжеміз берген сәлемдемеге сәлемдемені ашып, ішіндегі тапсырманы орындасақ, әжем өзге сыйлығы бар екен. Олай болса, кәнеге ашайық. Қандай сыйлық бар екен? Көрейік. Қандай сәлемдеме бар екен? Ой, бізге жаңағы әжеміз неге қандай тапсырма керек бізге? Киіз үйді құрастырыңдар деп. Олай болса, екі топқа бөлініп, киіз үйді құрастырамыз. Кәнеге тұрады, мен беріңіз. Заттан бер болайын, кәнеге. Арман қарай. Арман тұр. Жақсылап әдемді құрастырамыз. Киіз үйдің қандай заттар бар? Арман тұрамыз. Арман тұрамыз. Жақсылап құрастырамыз. Нәжеге құрастырамыз. Әдемі асықпаймыз. Кім? Баязит. Ана шығамыз. Мына ішін баспаймыз, Біз балалар қандай жұмыс жасап жатырмыз? Қандай жұмыс жасап жатырмыз, балалар? Киіз үй.
Iya. Айтуға болмайды кәдеге. Кәдеге кімнің күйісі әдетке көрейік бәле. Кәдеге әдетке құрастырамыз, құрастырамыз. Кәдеге көрейік. Кәдеге шағырағы дұрыс. Енді ұлттарын қоямыз. Ахмет. Апай салттады. Ортасына қалды. Апай ортасы жоқ. Ана апай жүрдім. Ұлтта балдар. Әке, міне. Ал кәдеге. Яққа көрсетпеге, байларға көрсетпеге. Ой, сен бұл. Айдан бұл. Ол бұдан отырамыз енді. Рахмет, балдар. Кәдеге, ама көпірімізге ама оралса кәдеге. Айбар, яққа отырамыз. Кәдеге, балдар біз нені құрастырдық? Үйізі құрастырдық. Ой, жарайсыңдар балалар. Енді әжеміздің екінші тапсырмасы ой не дейміз, иә? Жақсы дейді. Апай. Енді тағы ойны бар екен. Балалар күтіңдер. Сізге балалар? Ол сейкілі. Ол соң қазақтың ұлты. Дейсің? Сейкілі. Оюлары. Біз осы оюларды қазбалу арқылы мұтаға секіріп ойнаймыз. Отырамыз. Ұрып шетінен шақырамыз. Шетінен шақырамыз. Отыр. Қандай ойды білесің, балдар? Сейкілі. Қошқар мүйіз ою. Қошқар мүйіз ою. Кәдең ортаға кім шығады? Мен шығады. Яғни лақтырамыз. Қандай ойын сөксек, сол түспен аттап секіреміз. Қандай түс шықты? Жасыл. Ой, керемет. Ой. Апа, мен шығам. Аяғыз келе ғой. Кішімен ғана аттаймыз, иә? Қандай күшті? Сол қошқар мүйіз ою шықты. Қай секіреміз? Ахмет күш. Ой, жарайсыңдар. Апа, мен. Айдей келе ғой. Ой, балдар күшті берген жақсы тұста ажардан кейін. Қандай түс? Көк. Қандай түс? Әйгенші? Көк түс. Ал секіреміз. Енді баяжып келе қойды. Апа, Қазақстан ойын. Қалғанымыз отырамыз. Қане баяз лақтыра ғой. Қандай түс? Сары. Қане сарымен секіреміз біреу. Еще салайықшы? Екеу. Ой, жарайсыңдар. Керемет. Ой, жарайсыңдар балалар. Әжем тапсырмасын жақсы орындадыңыз. Тағы жасаймыз қазір. Балалар, әжем тақында жүрген. Бала қайда? Бірінші топ шаңырақтың сиқырлы тапсырмаларын орындайсыздар. Екінші топ көршіңді тап. Үшінші топ шекелет жасау тапсырмаларын орындаңдар. Барлығына сәттілік тілеймін. Олар бізге әже тағы тапсырма беріп жатыр екен, әже бізге көп тапсырма беріп жатыр екен. Біз орталықтарға бару үшін орнымыздан тұрамыз. Жайдан тұрып, менің қолымда қараңдаршы. Не деп ойлайсыңдар? Киіз үй. Осы киіз үй ішінде асықта бір уден кіріп, бір асық аламыз. Сосын көк асық алсақ, көк асық тобына барамыз. Көк асық тобына барамыз.
Hadi, anaya baramız kım. Ahmet, anaya baramız. Rulli balamız. Rulli balamız. Hadi aşkayız, aşkayız. Sütlerine ayak odasında onlara kadar. Soğan kısmı olmaz. Ayak odasında Ballar, her жұмысты бастамастан бұрын балдар кәдеге көбіміз алдымызға қоямыз. Алдымызда қандай тапсырма бар екен? Бірінші, екінші топтың тапсырмасы. Екінші топтың тапсырмасы мына жерде. Міне қараңдаршы, мына бірінші. Апай, сұратын қойды. Апай, мен тігін сұраққа ойын етін ақайысына. Мен одан көрем. Аяғымыз орнына барады ғой. Өйткені қыздарға тігеді, бастаймыз кәдеге. Қандай ойын? Базар, бұл тайын сағаттан көршінің тап деген ойын екен, Жеті. кәдеге көрші. Екі саны. Қараңдаршы, балдар. Екі саны көршісі қандай? Айтайыншы. Екі саны екі жағында көршісі болады ғой. Алдындағы қандай сан тұрады? Екі. Алдында сан тұрады, бір сан тұрады дейді. Екіден қандай сан тұрады? Үш тұрады. Осыны әдемі қоямыз кәдеге. Кәдеге қараңыз. Қараңыз, жұмыс қараңызде. Қандай сан тұрады? Кәне, күндіз. Кәне, қоямыз. Қандай сан тұрады? Қандай сан тұрады? Алып тұрады дейді. Бестіге қандай сан тұрады? Бестіге. Алты деген сан тұрады. Алты деген сан тұрады. Бестің алдында қандай сан тұрады? Төрт тұрады. Кәне. Ахмет, екінің алдында қандай сан тұрады? Кәне, жұмыс жасаймыз кәне. Жетіге қандай сан тұрады? Сегіз. Ахмет, қараш, екінің алдында қандай сан тұрады? Бірді қоямыз. Дұрыстан, кәне санайықшы? Жоқ. Санай санаймыз. Бес, алты. Мына қандай? Бір, екі, үш. Мына қандай? Алты, жеті, сегіз. Енді балдар. Топтың тапсырмасына келейік. Бұл топтың тапсырмасы шаңырақтың символ тапсырмалары қараңдаршы балдар. Балдар қараңдаршы, неге? Қандай су көріп тұр қане? Қандай су көріп тұрмыз? Екі. Бұл жерде бір тоқтағанымыз қане? Кім? Жерден қараймыз. Қандай сатам? Қандай сатам? Қандай сатам? Нені білесің? Алқа. Бұл екінші топтың тапсырмасы. Осыны буынға бөлейікші. Екіні буынға бөліңдерші. Екі буын бар? Екі буын бар екен. Ал көшені буынға бөліңдерші. Неше буын бар? Екі буын бар. Ал күрт деген буынға бөліней ма? Күрт деген. Ал алғаны көрдірші буынға. Алға сөзін. Алға. Неше буын бар? Екі буын бар екен, екі буын. Енді біз неде тапсырма, екінші топтың тапсырмасында былай асықтар. Осы асықтар арқылы, мысалы, көре, айбар қарап. Көше деген сөзге, алқа деген сөз қараңдар.
Ne kararı? Ben gidip bir söz. Hoş geldin. Gidip bir söz. Kardeş mi? Hani davulsuz. Yediğin davulsuz mu davulsuzlar? Halbuki Dımıs'ta bir şey görünüyor bana. Dımıs'ta bir şey görünüyor. İki görünüyor kanday. Davulsuzda. Davulsuz Dımıs деген. Olay болса заттардың дауыссыз дыбысын ажырататын боламыз, иә? Кәне ашып қоямыз. Е деген дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты дыбыс екен, иә? Неге дауыссыз? Дауысты болғанда бұны дыбыспен белгілейміз. Дауыссыз. Айбар, кәнеке, айбардың қандай? Көже, айбарға көже деген сөзге келген. Көже. Көже деген сөзге көже деген дауыссыз дыбыс. Кәне, Ахмет Күш. Мынау не? Шы дауыссыз, не дауысты. Қозғамаймыз осылай. Кәне, Нұртөреге алға деген сөзге келген. Алға деген қандай дыбыс? Дауысты дыбыс, иә? Оны қызыл түспен белгілейміз. Ол дауыссыз. Кәне, К дыбысы дауыссыз. А дыбысы дауысты. Ахмет, қандай жұмыс орындадың сен? Қандай жұмыс орындадың? Көршін тап ойындады, иә? Көршін таптық па? Айдай тапты. Ахмет таптың ба? Дұрыс. Кәне, кім таптың ба? Құндыз? Дұрыс, құндыз деген. Нұртөре, қоямыз. Кәне, олай болса балалар, кәлеге қыздарымыз біздің көрші жүрек. Қыздар не түгі батырмыз? Не түгі батырмыз? Біз киіз үйдің ішіне әлейтін біздің немізде ұлттық оймаз. Қандаш балалар, қыздарымыз біз ұнады ма сіздерге? Олай болса балалар, отағашып, шаттық шейдеріміз бар жіберді. Kali ballar. O'rnimizdan turib. O'rnimizdan turib. Kali o'rnimizdan turamiz. Voy kelmaymiz kali. Tur, o'rnidan qo'zg'alma. Ya kelmang, kelavermish keling. Ekranga qarab, o'zimizni yetib bo'yingiz sirib qo'yadi, ballar ya. Ой, жарайсыздар балалар, кәнеке. Өзіміздің не қылып? Өзіміздің мотокқа келейік, кәнеке. Балалар. Балалар, қарапсыңдар. Кәнеке, аяғымызды өтпеші отырамыз, кәнеке. Балалар, біз бағадан не өтіп жатырмыз? Киіз үймен таныстық, иә? Киіз үймен таныстық. Тағы немен таныстық? Жарайсыңдар. Менің ақылды да ақылды балалар. Таныстырмалардың өте жақсы орындарыңдар. Сізге рахмет айтылады, иә? Олай болса, ертең ортаға шығып, тағы Асықпен ойынына жіберейік. Қазір ойын өсін.
Şaşamayınız ballar, şaşamayınız. Hani şaşamayınız. Ahmetler şaşamayınız. Ahmetler turamız. İşte bizim acemiz böyle çıkar ya. Aldan da karanlar şimdi. Hani bizge 6-8 bala giderken. Agure pur bulaşlar ya, ben bulaşmam. Ayı bu şuna o kaneki. Ahmet şuna o. Ayazit, hani. Ayı da şuna o. Hani karanlar. Hani tırağalamız. Karanlar gibi. Ayazit taş. Nojito bani. Kapesan? Basmayınız sandı, basmayınız. Ne bu kapesan? Terus. Kan itu macam. Ayah kapesan? Siegas. Ayah kapesan tak? Oy, nabis. Iya da. Oy şarkı. Dike bu cebine askıda alıp baktılar. Sabah siegasamızı, siegas askı alımızda jinayımız. Hani bayağı zil. Hani alımızda şunu şasayımız hani. Yeşil sabah sunacağız. Hani birini kaz aldanlar şimdi. Ayağım bastım. Şimdi. Nişastlarınız hani Ahmet sana hasımız başına koyarız hani. Yes, sana dursa. Oy madem ki hani Ahmet koyarız hani. Hani nişuda. Bu dikiri hani ki ayvar. Nişu. Apa itu? Bu da dursa nasıl yapayım aslında koyarız. Anlayınız düşüyor. Sana şey sana. Sana. Bu ikili ballar. Bu imadet şarayısında. Hani onu sabaramız. Hani onu sabaran. Kalan bos yaşlılar. Hani ki. Aynen ikili bu. Tamam. Aysulu. Kilo var tamam. Kilo burada sil. Ya bos daha yaşlılar. Hani ki. Aşklarına sana koyarız hani ki. Hani karam. Hani şu an benzer. Karam. Karış mı? Kadesan. Tunggu karış kadesan mı? Iya kan? Betul ya, Aida, saya kadesan itu. betul itu. Betul itu. Aksanya kilo. Ada. Kilo. Ada lagi baru. Karam. Hadi altımızda sen de bayramımız. Aşağıya altında kadesan. Karış. Kadesan. Hani ne kadar altında kadesan. Dört madde. Hele sonuçta koyarken çalıştığında ben de koyarım. Hani. Ayşe, işi sen koyamaz. İşi sen? Ya, sen çıkaramazsın ki. Sanayım sen. Sana real, iki, ışığı duruyor sanayım. Oy, madalya. Darayısında. Hani, ayda beras koydun ya. Hadi tut. Bunu sen iyi berasın. Dışta baldan. Akşayla dışta. Oldu. Nişası koydun. Nurdur nişası. Burası. Kirili. Hani onun acayip bir baldan. Hani onun sabaramaz. Rakmiyet baldan. Kapsırmanı. Jaksı olur. Takut kilo. Allah bir kardeş bizim belki bizim işinde dina bizim hikmet var gibi ya bu hikmette niyesin neceli bunlar şu gibi şu böyle da hizmet bana просто çevireyim Zaten çok iyi bu yani var. Ne gibi? Hizmet просто çevireyim ne gibi? Hadi bile. Hastayız vallahi. Hastayız. Hadi. Kim yapıyor? Hadi dışarı. Hadi gel. Ne koyalım?
Неге мынандай алып қоямыз? Апай, мынандай болып кетті. Иә, сарыны ортаға қоямыз. Айттым ғой. Әкел. Ортаны сарыға қоямыз. Айдай. Al болды. Рахмет. Қане. Ал болды. Рахмет, балдар. Әдемі не шықты бізден? Әдемі тегеме шықты, иә? Бұл біздің ұлттық құндылығымыз екен. Ұлттық құндылығымыздағы бұйымдар екен. Қане, балдар бәрі маған қарай қойыңдар. Бүгінгі оқу іс-әрекетімізде біз немен таныстық, балдар? Бір шараның арасында немен таныстық? Киіз үймен таныстық. Иә? Қане тапсырмалар орындадық әжені? Иә, киіз үй құрастырды. Тағы істедік. Ойын ойнады. Дауысты дыбыстарды ашылады. Айдай, соныңызға барамыз кәнекей. Айдай, бәріміз ортаға шығайықшы кәнекей. Кәнекей, ортаға шығамыз. Ортаға шығамыз бәріміз. Келе бұнда, ортаға шығайық. Айдай. Келе бұнда. Кәнекей, бәріміз ортаға шығамыз. Келе бұнда. Болды, рахмет, мазат. Бәрі маған қарай болды. Бәрі маған қарай болды. Балдар, бұл өсімдерге осы әрекет ұнады ма сіздерге, балдар? Олай болса, әжеміз не сеніп кеткен? Бұл біздің әжеміз. Мынау ауыздан не беріп кетті? Қуат беріп жіберіпті, иә? Бұл тіпті қазір осы айтылғасын аяқпен гүлбау шейміз, иә? Әжеңіз әлде ап қоя тұрайын қазір. Қане, бүгінгі оқыс әрекетте көп нәрсемен таныстықсыңдар, ұнады ма? Иә. Енді біз киіз үй туралы білетін болдық, иә? Киіз үй деген жалпы не деп отырған сабақты? Ау? Әжеге ұнамыз және. Сіздер сабаққа жақсы қатысыңдар, иә? Ой, жарайсыңдар. Енді жерде тежек туралы көп керек. Бізді біліп отырамыз.